Бәріне сәлем. Сіздермен Эйс. Мен Ойжымбақ 2 анимациялық фильмінде Сәкөшті сомдадым, яғни дыбыстадым. Ойжымбақ анимациясы өте жоғары деңгейде жасалған. Бұл қуаныш Райлидің санасынан тікелей байланыста. Қане қошемет! Мұнда бізге қосылды! Қарауға тұрарлық кеңес беремін. Өйткені ол жерде ең бастысы көптеген адами маңызды оқиғаларды қозғайды. Одан бөлек эмоциялар, өзін бір-бірлерімен қалай достасу, бір-бірлерімен қалай коннект ұстау, осының барлығы оларға бірандай сынақ алып келеді. Сол арқылы сен түсінесің, негізі шынайы адамның өмірінде де осындай күнделікті болып жатады. Бір сәтте бір адам қуанып жүреді, кейде қуып кетеді, кейде көңілді болады, кейде бір түрлі сезімдерге ұрынады. Берші маған! Біз тіс сауыт киюді тағы ұмыттық. Қорқыныш! Жоқ, ол біздікі де! Мен кейіпкерім, есімі Сәкөш. Ол ерекше, ол кішкене қияли, сәл бір түрлі десе болады. Бірақ екіншісі ода өзінің границасын біледі, абьюзға ұшырап қалады бір сәттерде. Сол себептен бұның барлығын бүйтіп салыстыратын болсақ, мықты персонаж деп айтса болады. Мен негізі көп уақыт бойы осы бір 2 жылдай бері, 3 жылдай бері барсетка тағып бастағам. Барсетка маған ұнап бастады, өзім белімде тағып жүрем, күнделікті сол жайында ойлап жүріп, өзім сөйтіп жүрдім да. Сосын маған сол барсетка бұйырған кезінде мен бірінші дыбыстап алдым да, жақсылап күліп алдым. Сөмке, сөйлейтін сөмке, қуатын сөмке, шынымен де өздеріңіз көресіздер, көптеген таңғалулар болады деп ойлаймын. Бала кезде көп анимациялық фильмді қарайтын. Олардың бірі корпорация монстров, кунг-фу панда. Бала кезде ойыншықтарын алып жүгіріп жүретінбіз. Бұл менің бірінші дыбыстауым болды. Жақсы тәжірибе болды. Өзіме ұнады. Болашақта тәжірибе жинай отырып, вокалдық, мюзиклдар, немесе неше түрлі сондай заттарды айтып, сомдап көргім келеді. Құрметті көрермендер, 13 маусымнан бастап Ойжымбақ 2 анимациялық фильмі кинотеатрлардан шығады. Сіздерді сол жерге шақырамын. Жақсылап көріп, тамаша ләззат алыңыздар. Бақытты болыңыздар.